Зейнің ауыл жерліклері башлықлары бойылы Бағыраж жерлігінде район башлығы қатнашында көшме семинар бара. Үш ауылны юғары Сарсас орта Бағыражны бірлештірген жерлікте барлығы 641 кіші яши. Бағыраж ауыл жерлігі территориясында бек көп ішлер ішленелі. Біз енді міне үш ауылға да үш скважина буриту бәхетіне еріштік. Соңғы елларда енді міне бұл су программасына әхәмиет беріп. Қонақлар бірінші болып ауылға кіру үлішінде үгірнашқан кебіт ішшенлігі білен таныштылар. Кештелерді бүтін әйбірде бар, керегін қайтарып тұралар. Фельдшер-акушерлық пунктының да ябық тұрғаны yok, шүнки ауылда көбірек үлкеннер еші. Барлық оңайлықлары болған медицина ұйышмасында 4 дистеден артық стажға ие фельдшер Галина Данилова қызмет көрсеті. Семинарда қатнашушыларына шишме бойында Бағыраж бойлары фольклор ансамблі қаршы ала. Шикри шишмесі ауылның көркен бір орыны болып жерлікке ем беріп тұра. Ол экология программасы бойынша түзіклендірілген. Бағыражлылар шишме соны яратып үші ел итерге беріге қайталар. Жейкінігіне түгіл, қышында қошмануда су құйынырға келушілері бар. Мәдәният йортына жиылып, харбилер үшін маскировка шілтәрі өрушілерді айырым ихтибарға алынды. Бириде іш 2 сменада башқарыла. Февраль ақырында ойышуларына қорамастан бүгінге 51 шілтер әзірлегеннер. В феврале мы решили организовать свои деревни по месту, потому что жители стали подтягиваться к нам. И мы сегодня плетем уже 51-ю сеть. Это за короткий срок очень хорошее качество и хороший результат. Мәдәният йортының икенче катында да эш гөрли, изге күңелле апалар хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегәләр. Приемный пунктка 600 штуклар инде артык 600-дән артык без итеп сдавать иттек. Менә хәзерге вакытта буш вакытыбыз булган саен без йөгереп менәбез шушында тегәбез. Менә шулай булганның кадерен белеп, һәр нәрсәдән ям табып яшиләр Бағыраж җирлегендә. Семинар киңәшмәнең пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Адилә Бирханова, Юлия Казнамарова, Зей хәбәрләре.